мысалы 3 айда мен үйретіп беремін дейді мына бұл кітап бойынша. Анау бұл интенсивный курс дейді. 3 айда үйретіп беремін дейді. Бір маман ретінде 3 айда үйрене аламыз ба? Мына енді біз енді қазақ тілді аудиторияға жұмыс істейміз ғой. Мынау қазақтар үшін, қазақ тілдер үшін ауыр болады. Өйткені орыс тілі арқылы үйретеді. Мана келді. Ассалаумағалейкум. Қалай жақсы? Ернат өзінің кітабын насихаттаумен өңір аралайды. Сол бойынша жаңа сол командировка емес, іс-сапар емес, кітап сапар деген бір термин шығарды. Құтты болсын. Екінші құтты болсын деп айтатын жайт, бұл бүгін Ереке өзінің авторлық құқығын алды. Иә, бұл кітапқа байланысты бар. Құтты болсын. Рахмет. Бірге болсын. Енді бұл кітап дейміз ғой. Бұл кітап деген ол қандай кітап негізі? Бұл кітаптың формасы өз бетімен үйрену құралы. Бұл енді ағылшынша self-study, self-taught дейді, енді орысшада самоучитель. Мен басында бұл кітапты жазу барысында жазып жаттым, әдістемесі, жаттығулары деген сияқты. Бұл кезде мен ойланған жоқпын, бұның формасы қандай болады деп. Сосын кітап дайын болып қалғанда, бұл оқу құралы бола ма? Учебный пособие. Әлде учебник бола ма? Оқулық. Сосын мен бұны сол адам өз бетінше үйренсе екен деп самоучитель қылайын дедім да. Енді сол кезде мен кішкене тығырыққа тірелдім. Өйткені бізде 27 жыл, 28 жыл тәуелсіздік деп жатырық қой. Бірақ осы уақыттың ішінде бізде қазақ тілінде самоучитель шықпапты. Ол өнім жоқ, өнім заты жоқ болған, оның аты да болмаған. Содан мен 20-дан астам осы еңбек сіңіріп жүрген, аузы дуалы деген лингвисттермен, ғалымдармен, әсіресе практик аудармашылармен ақылдастым. Сонда өзді үйреткіш, өзді үйрететін деп енді бір әрқайсысы өзінің нұсқаларын айтты. Яғни нұсқа көп болды. Содан мен ойландым, бұған қалай деп қойсам, өйткені кітаптың сыртына жазу керек қой. Мысалы қазір сыртында жазылып тұр. Содан мен критерий ретінде мынау ауызекі тілде бізде ол сөз бар ғой, жаңа самоучитель деген, самоучка деген бізде бар. Мысалы айтады, мына видеоға түсірді, мысалы Рахат өз бетімен үйреніп алды. Осы видеоға түсірді, оператор ретінде осы кәдімгі кәсіби сияқты. Сосын анау мысалы ауылда айтады, мотор жинауды өз бетімен үйрендім дейді. Мынау өз бетімен жүріп, кішкентай балаларды айтады, мысалы тамақ ішуді үйренді, өз бетімен жүріп, сол сияқты соны сол кеңінен қолданады, оны қазақ тілді адам жатсынбайды. Содан өз бетімен үйрену құралы деген сол атау болды. Бұның формасы сол. Яғни бұның бір ерекшелігінің бірі бұл өз бетімен үйренуге бағыттайды. Ал Ереке мен бөлейін. Мына жақта қазір көрермендер мұқабасын көрді, бірақ ол жақта ағылшынша тіл сондыру деген ат болды. Бірақ сен қазір жаңа қазақ тілінде ондай пособие жоқ дейсің. Сонда бұл сен кітабың ағылшынша ма, қазақша ма? Менікі нені үйрену, қай тілді үйрену? Ағылшынша тіл сындыру деп аталады. Яғни ағылшын тілін үйренеді, бірақ қазақ тілі арқылы. Енді ағылшын тілі бұл жерде шетел тілі ғой, шет тілі. Енді оны адам үйрететін адамның бір тілі бар ғой. Өзі анадан туған бетте. Сол қазақ тілді адамдар. Мен ол қазақтар деп айтпаймын, өйткені бізде қазір қазақ тілді басқа ұлт, өзге ұлт өкілдері көбейіп жатыр. Және мен бір қазақ тілдерге арнап шығарғаннан кейін, іс жүзінде шыққаннан кейін бұны орыстар бар ғой, кәдімгі қазақша аса білмейтін, орыс тілді өзіміз солар ала бастады. Бұл мен үшін бір жаңалық болды. Сіздер неге алып жатсыздар десем, олар айтады, мен қазір ағылшын тілінде үйреніп жатырмын дейді. Кәдімгі жаңа тіл ретінде қазақ тілінде үйреніп жатырмын. Ал мынаумен бір оқпен екі қоян атам дейді. Керемет. Бұнда қазір бір шолып шай бұл кітапты. Шолып шай. Ереке, мынандай нәрсе. Қазір сен жаңағы бұл кітапты челлендж дейді ғой, қандай челлендж айтып отырсың, ешқандай мұғалім керек емес дейді. Керек емес, репетитор емес, мұғалім керек емес. Онда көрейік. Кітап сапары деп жатырмын ғой. Осы сапарда мына менің жан торсығым. Мына қара дорба, бұл енді бұрыннан баяғыдан бар. Сен енді кімге ұқсап кеттің негізі ше, мынау миссионер немесе сондай не бар ғой? Апасын екен, оқытый, мынау несі өте мықты. Мына қай жақта істеді? Бұны мынау елордамыз Нұр-Сұлтанда профи-медиа деген баспа бар. Ол 20 жылға жуық. Осы бұл кәсіби кітаптарға негізделген. Осы профи-медиа баспасы әдемі қылып шығарды, сапалы қылып шығарды. Мынау мұқабасының өзі бірнеше ай талқыланды бұл қалай болу керекті. Соған осы профи-медиа баспасына рахмет айтам, осы Аргумедиа арнасы арқылы. Осыны тартымды етіп, және кітап дейміз ғой, кітапты адам шығарғанда оны тек қана ішіндегі мазмұнымен ғана шығара салмау керек негізі. Кітап маркетингі, кітап
сатылымы дегенде ол сыртында тартымды болу керек. Сол сыртында бірдей бір деталь мақсатсыз тұрмау керек негізі. Мынаның бәрі шақырып тұру керек. Мынаның бәрі бір мақсатқа жұмыс істеу керек. Осы кітапты түсіндіріп тұру керек. Осы кітаптың мәнін, мазмұнын ашып тұру керек. Сен айтуың бойынша бұл кітапты оқыған адам негізі ағылшыншаны сындырады. Иә, тілін сындырады ол. Сосын тіл сындыру деген бар ғой, бізде негізі тіл сындыру деген пассив сөз болған. Сөз болып келген. Ол анау мысалы айтады, Мағжан Жұмабаев Молдадан тіл сындырды деп. Сондай бір көне әдебиетте қолданып келді. Ал бұл тіл сындыру дегеннің өзі, мынау біздің тіл меңгеру бар ғой, тіл үйретудің табиғатын ашады. Яғни тіл сындыру деген бір тілді үйрену дегеніміз, тіл сындыру дегеніміз ол тек қана тілдік мәселе емес. Ол екінші жағынан психологиялық мәселе. Тіл үйренгенде адамда психологиялық кедергілер болады. Ол жалқаулық, ол кертартпалық, ол теріс ойлар. Мен үйрене алмаймын, мен тіл үшін жаралмағанмын деген сияқты. Ал бірақ қазіргі заманда, цифрлық заманның, жаһанданған заманның басты бір таламының бірі осы ағылшын тілін білу қазір бір артықшылық болып тұр. Сосын мен мынаны айтқым келеді, мына назар аудартқым келеді. Мынау алаш зиялылар бар ғой, алаш арыстары. Әлихан Бөкейхан, Мұстафа Шоқай, Әлімхан Ермеков дейміз, иә. Ахмет, ол кісілердің бәрі полиглот болған. Ол кісілер анау өз тілін жақсы білген, өз тілінде оқулықтар жазған, бірақ шетел тілін, шет тілдерді жақсы білген. Ондағы мақсаты анау елге пайда әкелу үшін. Анау жаңаша білімді, заманауи білімді, озық білімді осы қазаққа өміріне, қоғамына, өміріне енгізу болған. Істей алды ма оны? Оны істей алды. Мысалы, біздің тәуелсіздігіміздің негізі қалаған сол алаш қайраткерлері. Мысалы, қараңыз, Әлихан Бөкейхан астрономия деген кітап жазған. Ол кісінің өзінің мамандық орман шаруашылығы бітірген, бірақ астрономиядан кітап жазды. Одан кейін Мағжан Жұмабаев мысалы өзі ақын, өзі әдебиетші, бірақ психологиядан кітап жазды. Олар соны бір тарихи миссия, ұлтқа қызмет етудің патриотизм үлгісі ретінде алды. Сосын мынау бізде қазір жаңа челлендж деп жатыр, қиын тапсырманың бірі қазір осы біздің қазіргі осы қоғамда. Ол қазақ тілді оқулықта жетіспейді. Аударма емес ол. Ол ана бір керемет бір автор жазған шығар, әлемге әйгілі, иә. Оны аудару жеткіліксіз. Мынау қазақтың миымен жазылған кітап, біздің қазақ тілді балалар, қазақтар оны жақсы қабылдайды. Реке, мысалы, қара, мынау кітапты, сенің кітабыңды алған адам, сонда тек қана мынау сөздер үйрене ме, немесе грамматиканы үйрене ме? Өйткені мен жаңа шолып шыққанда тек қана сөздер бар. Бұл енді әбден екшелген жүйе. Сосын бұл кітап болып енді ғана шығып жатса да, бұл мен 19 жылы жеке репетиторлықпен оқытумен айналысып келе жатырмын ғой. Бұл әбден апробациядан өткен. Бұл негізі тиімді тәсілдер көп, бірақ соның ішінде тиімді деп ақталғандарын дәлелденгендер осы кітапқа енгіздім. Мысалы, ағылшын тілінің ең басты қиындығы не? Ағылшынның ең басты қиындығы қалай жазса солай оқылмайды. Қалай жазса солай оқылмайды. Ең басты. Және ол қиындық тілді үйренген бетте бірден аузыңыздан шығады. Бірден. Тілді үйренді бастаған бетте. Ахмет Байтұрсынов ағылшындар ит дейді, сосын шошқа деп, ит деп оқиды, ит деп жазады, шошқа деп оқиды. Сондай бір күшті келтірген. Сол Ахмет Байтұрсынов қай әдіс жақсы деген мақаласы бар, 1924 жылы жазған. Сонда анау ең танымал тілдерге тоқталады. Сонда ағылшындар ит деп жазады, шошқа деп оқиды деген. Яғни ит деп жазылып тұр, транскрипциясы шошқа деген сияқты. Осымен ағылшын тілінің ең басты қиындығы осы. Мысалы, қазақ тілінде ондай қиындық жоқ. Қазақ тілінде қалай жазылады, солай оқылады. Қазақ тілінің ең қиыны грамматика. Егер сондықтан ал мынау ағылшын тілін бастағанда негізі мен өзім ойлаймын, ана әдістеме бойынша миын қатырмау керек грамматикамен. Миын қатырмау керек. Оны мынау миын ашытпау керек те ең бірінші. Яғни енді қара, сен кітабыңды алған адам ағылшынша сөйлеп кете ма? Ағылшынша ол бірінші негізі сөйлеп кетеді. Бұның формуласы былай. Әріп, дыбыс, сөз, сөйлем, сөйлеу. Бұның соңында тілдескіш бар. Енді тілдескіш дегенді білесіз ғой, ол тілдескіш негізі көп. Мысалы, дүкенде сауда жасау деген сияқты, кассада төлеу деген сияқты тілдескіштің формалары көп. Оның бәрін мен қамтай алмаймын. Оған жеке қалың бір кітап жазу керек негізі. Енді мен тілдескішті жаңа сөйлеуді енгізуім керекпін ғой. Ең соңғы бір нәтижесі. Сол сөйлеуге мен мындай критерий алдым. Мысалы, адам шетелге шыққанда, ағылшын тілін шетелге шыққанда қолданады ғой. Ал шетелге екі түрлі негізгі себептер екі түрлі. Бірінші себеп ол іс сапарға, жұмыс сапарына шығуы мүмкін. Оқу сапарына, яғни бір шаруамен. Ал
екінші туризм, қыдыру, жаңа демалыс сондаймен шығады. Осы екі түрлі. Енді осы жерде мен логикаға салдым. Оның қисыны былай. Яғни ол шыққан адам шетелге барар кезде амандасады бірінші, жаңа мәдениет, жалпы мәдениет. Және бір артадан амандаса, оған жауап береді. Амандасуға жауап. Тілдескіше солай. Одан екінші ол әуежайға барады. Әуежайға барады. Одан әуежайдан әрі қарай билетін алып, соның бәрі бар. Одан түсті ғой. Түскеннен кейін ол қайда барады? Ол такси жалдайды. Немесе автобусқа мінеді. Немесе автобусқа мінеді. Әйтеуір бір көлікке мінеді. Сен кітабында бұл сөздер қамтылған ба, немесе бұл диалогтар бар ма? Бұл диалогтар бар. Бұл транскрипциямен, сосын қазақша аудармасымен тұрады. Және ол жерде бірінші қазақшасы тұрады. Одан ағылшыншасы тұрады. Сосын мына транскрипция бар ғой, ағылшын тілінде мен сол транскрипцияны мына дәстүрлі оқулық сөздіктерде негізі қасында тұрады. Қасында тұрады. Мен соны тиімсіз деп есептеймін. Ол астында тұру керек. Сонда ол ағылшын тілінде ең қиыны қалай жазылады, солай оқылмайды дегенді жеңілдетеді. Өйткені астында бірінің астында бірі тұрған кезде қай әріптен қай дыбыс шығып тұрған адам визуалды түрде қайта көреді. Ереке, сен анау кәдімгідей бүкіл жаңағы шағып тастадың. Керемет, ол кітапты біз көрейік, алайық. Ал енді қазір мына біз Марвинде жүрміз. Сізге бір челлендж жасайын. Мына қазір алдымызда мысалы японский, корейский за 3 месяца деген кітаптар бар. Соны ашып бір сын айтасың ба, немесе менің кітабы одан да жақсы деп мақтанасың ба, бір көрейікші соны. Ереке, мысалы, мына корейский алайық. Мысалы, мен корей тілін үйренгім келеді. Мынау кітапты алсам, міне мазмұнына қараймыз. Көріңіздер, мына кітапты алайықшы, міне мазмұны, мазмұны, міне сабақ бірден басқа, мына кітап ретінде алайын. Негізі мазмұн менің кітабымда алдында тұр. Ашқан бетте. Мен мысалы қараңызшы, мынау қолайсыз міне. Мен аны артына өтуім керек. Бұл кәдімгі совет кеңестік кезден алған бұл дизайнда негізі алдында тұру керек. Сіз мұн жаққа барып қайтесіз, бірден алып көре салыңыздар. Енді біз арт жағына барамыз. Міне простой бірінші несін алайық енді. Бірінші бөлім, бірінші бөлімді алайық. Бірінші сабақ. 3 айда мен үйретіп берем дейді мына бұл кітап бойынша. Бұл интенсивный курс дейді. 3 айда үйретіп берем дейді. Бір маман ретінде 3 айда үйрене аламыз ба? Біз енді қазақ тілді аудиторияға жұмыс істейміз ба? Мынау қазақтар үшін, қазақ тілдер үшін ауыр болады. Өйткені орыс тілі арқылы үйретеді. Мысалы, бұл жерден грамматиканы бірден үйретіп бастаған. Ол оның есінде қала ма? Ол мысалы корей тілінен ешқандай, ол әлі сөйлеуге жеткен жоқ. Ол әлі сөздерді бір-біріне қосып сөйлей алмайды. Ана падеж дегенім сөздерді қосып сөйлеу ғой. Оның сөздік қоры да жоқ. Ол тіпті оның әріптерін де білмейді. Ол корей тілін мен мысалы білмеймін. Енді мен падеждері бұл жерде артық ақпарат деп ойлаймын. Мысалы, ағылшында Реймонд Мёрфидің кітабы бар, грамматика бойынша әлемде нөмірі 1 кітап. Сосын орыстарда бұрын совет өкіметі шығарған Ливентальдің просто о сложном деген кітап бар. Олар өміршең кітапқа айналған. Неге олай? Өйткені олар үнемі түзетіп отырған. Үнемі түзетулер мен толықтырулар енгізіп отырған. Ал ол түзетулер мен толықтыруларды ол мен мысалы сол оқырмандардан аламын. Оны салмақтаймын. Бұл кісі мысалы жағымсыз пікір білдірсе, бұл рас айтып тұр ма, бұл түсініп тұр ма? Егер түсінбей жүрсе, мен оны түсіндіремін. Сіз қате түсіндір, бұны былай қолдану керек. Ал егер ақылға қонымды болса, мен оны есепке алып қоямын. Яғни екінші қайта, мысалы 2020-да бұл қайта басылыммен шығады, Құдай қаласа. Сол кезде қайтадан енгіземін де соның бәрін түсіндіремін. Ол түсінікті. Бірақ қазіргі таңда бұл кітапты алған адамдардан бір-екі отзыв айтсам өзің. Отзывы? Ойбай, керемет, мен сөйлеп кеттім. Сондай отзыв бар ма? Бұнда ең басты қиындығы бар ғой. Бұл жерде пікірлер көбісі мен айтқан проблемалар ғой. Ол сол проблемалар алдында шығып, ол содан аса алмай тұр. Бірнеше курсқа барған, бірнеше жаңағындай кітаптарды алған осы нелерден, кітап дүкендерінен. Сосын ол оның миына қонбай жүрген. Мына жерде бәрі дайын. Бұл жерде анау сіз мына тапсырманы орындаңыз деген тапсырма жоқ. Бұл жерде әзір әдістеме. Тек қана алу керек те. Сосын бұл жерде психолингвистика деген ғылым бар ғой, тіл мен мидың байланысы. Осы ең тиімді тәсілдер осы тіл мен мидың байланысынан шыққан тәсілдер. Яғни бұл жерде сіз көресіз көзіңізбен, көресіз, сосын қайталайсыз. Бұл көбісі сөздік деп те шатастырып жатады. Білмейтіндер ше. Бұл сөздік емес. Сөздікте әліпбилік қатармен қолданылады. Бұнда әліпбилік қатар емес. Бұнда дыбысталуы бар ғой, ағылшын тілінің ең қиыны дыбысталуы. Сол дыбысталу заңдылықтарын түсіндіру үшін. Бұнда мысалы кемде 3 сөз бар деп тұрмын ғой. Сосын бұнда қазақша транскрипция бар. Қазақша. Бірақ қазақша транскрипция кітаптың ортасынан дейін ғана болады да, одан кейін ол болмайды.
ол жай көмекші ретінде. Одан кейін тек қана түп нұсқа ағылшынша транскрипция болады. Анау өз қызметін атқарады, жаңа көмекші құрал ретінде қазақша транскрипция. Бұл мынаған ұқсайды, ұқсастыру. Өз миындағы ана тіліне ұқсастырады ол қазақ тіліне. Анау маған ұқсайды екен дейді, ағылшын тілінің жаңа дыбыстау әлеміне кіргізгеннен кейін ол жолда қалып қояды. Өйткені оны әрі қарай түкке жету болмайды. Енді осылар ақталып жатыр. Мен бұл енді айттым ғой, бұл кітап ретінде ғана таралып жатыр. Ал бұлай бұл жаңа 15 жылға, 19 жылға әбден алдындағы адамдардан өткен. Енді Ереке, мен ойлаймын, мынау бізді қазір тыңдап жатқан, көріп жатқан көрермен, сен кітабыңды алған көрермен мына жаққа комментарийға жазсын, саған да бір жағынан мотивация болсын, екінші жағынан біз әлі алмаған, бұл кітапты алмаған адамға не болсын да, енді кішкене отзыв дейді ғой. Енді Ереке, тағы да сен постерлерін қарағанда, мына қазір мына жақта алдарынан шығады, мына постерда мысалы сен бүкіл жерде қамшы ұстайсың. Қамшының қандай міндеті бар мысалы сабақпен? Бұрын білгенбіз жаңа не бар ғой? Шыбықпен нететін мысалы. Молдалар дейсің. Иә. Қазір бұл қамшы сонда не ол? PR ход па, маркетинг па, не ол? Бұл енді қамшыны бірнеше нелері бар, мысалы алып шыған. Қазір мына қараңыздар, біз үлкен сауда орталығында жүрміз, иә. Мына мен алған кезде мына жерде бүкіл қарап жатыр мысалы. Қараңыздар, көрдіңіздер, мынау қамшы ұстап жүр деген сияқты. Көрдіңіздер, бұл адамның назарын аудартады. Бұл енді жаңа Рахат айтқандай, бұл PR тәсіл деп айтуға болады. Бірақ бұның мағынасы, мен бұмен қай сабақты өткіземін бұмен. Менде кездесудің екі форматы бар. Біреу ауылдық жерге арналған, біреуі қалалық жерге арналған. Ауылдық жерге арналған кездесудің форматы тақырыбы ағылшын сызықша ауыл үшін деп аталады. Бұл сөздің өзімен 3 апта ойланып тапқан сөз. Шимайлап отырып, ағылшын ауыл үшін. Одан кейін екіншіден қалалық жерге English plus motivation, яғни мотивациялық цитаталар арқылы ағылшын тілін үйрету. Сосын ағылшын тілін, шет тілін үйренгенде адам бір грамматика, оның бәрі құрғақ негізі, грамматика бәрі бар ғой, бір мағынамен үйрену керек. Ол анау үйренген сөздерді өмірде пайдалана алатындай. Осы мақсатты мотивациялық нақыл сөздер бар ғой. Брайан Трейси дейміз, Ник Вуйчич дейміз, солардың өмірге жетістікке жеткен адамдардың нақыл сөздері ол үйренушіге әсер етеді, ол оны жаттап алады, өмірде қолданады. Енді бізде мотивация беру дегеніміз, мотивация дегенді қамшылау дейді бізде. Өз-өзін қамшылайды. Мысалы, бір-бірін қамшылайды адам. Яғни бір-біріне шабыт береді, жігер береді, бағыт береді деген сияқты, шабыттандырады. Сол жағынан келгенде мынау қамшы сонда. Бізде 3 тілді саясат деген бар, мысалы қазақ, орыс, бірақ ағылшын тілі кенже қалып жатыр. Өйткені бізде ешқай жерде бұл тілде сөйлемейді. Бұны қалай шешеміз енді? Менің жоспарым былай. Мынау бірінші қадам, ол бірінші жобам осы ағылшынша тіл сындыру. Екінші, қазір жазып жатқан кітабым, ол Құдай қаласа 2020 жылдың басында шығады. Ол осының заңды жалғасы, ол қарапайым грамматика деп аталады. Яғни мынау ағылшынша тіл сындыру бойынша сөздерді танып, сөз қоры молайған адам енді ол сөздерді құрастыру керек қой. Ал сөздерді құрастыратын құрал ол грамматика. Бірақ грамматиканың өзі қарапайым болу керек. Ана дәстүрлі оқытудағы сияқты болмау керек. Дәстүрлі емес оқыту ережелеріне негізделу керек. Көрдіңіз бе? Сосын үшінші қадам speaking club'тар тұрамыз. Яғни ағылшынша тілін сындырды, қарапайым грамматика меңгерді, енді тұрақты speaking club'тар. Яғни сол адамдар аптасына жиналама соны қолдану керек. Ереке, тағы да жалғастырсақ, мынандай мәселе. Сен бұрын, сен негізі мамандығын мұғалім, ағылшын тілі мұғалім. Бірақ бір кездері сенмен екеуміз әріптес болдық. Яғни сен телевидение жұмыс істедің. Қазір сен тек қана кітап шығарумен айналысасың, және сонымен күн көресің деп айтуға болады. Табысымда жұмысымда. Қаншалықты көп ақша табасың негізі? Қаншалықты бұл, мысалы, автор болу, сосын ол кітапты сату. Бұл енді қазіргі біздің қоғамда қосымша жұмыс па, немесе негізгі жұмыс па? Соны айтасың ба? Бізде автор деген ұғым бар ғой. Мынау дамыған дейміз ғой. Дамыған өркениет елдерде автор деген ұғымға кішкене басқаша қарайды. Оларда нарықтық талапқа да сай айтылады ол сөз. Яғни автор деген ол мемлекет тапсырыспен мемлекеттің ақшасына кітап шығарып, және оны тегін таратып, сондай ғана адам емес. Яғни ол батыс ұғымдағы автор
ол өз кітабын өз қаржысына шығарды, ешкімге кіріптар болмайды. Және оны сұранысқа сай, нарық талапқа сай шығарды. Яғни ол сенімді ол кітаптың өтетініне, және алған адам оны жағымды түрде қабылдап өз мақсатына жететініне. Яғни оның табысы да, жұмысы да кітап. Мен қазір осы Ағылшын тіл сындыру кітабым табысымда әрі жұмысымда. Басқа негізгі жұмыс жоқ. Басқа негізгі жұмыс жоқ. Өйткені неге мен олай? Мен бұл кітапқа ұзақ уақыт дайындалдым. Мен аударма жасадым, әртүрлі салада жұмыс істедім. Бірақ мен мемлекеттік қызмет істедім, оқу орындарында істедім. Сосын телеарна салаларын істедім. Бірақ бұл жердегі жұмыстарым бәрі тілмен байланысты болды. Ағылшын тілмен байланысты болды. Мен 9 жыл телеарналарда жұмыс істегенде халықаралық жаңалықтарды жасап, Reuters, Associated Press, Bloomberg деген сияқты соларды тікелей ақпарат алып отырдық. Бұл енді ағылшын тілмен байланысты. Мен ол мәтіндермен жұмыс істеп отырдым. Басқа да осы автор, әдіскер ретінде. Енді бұл кітап өз-өзін қаржыландырып жатыр. Бұл менің айлық шығындарым бар ғой, мысалы, бір айлық шығындарым. Несие, бала шаға бар деген сияқты, жүріс-тұрысым, мысалы, соның бәрін жабады. Және Құдайға шүкір, әрі қарай мен мынау жобаларым бар деп тұрмын ғой, екінші кітабым шығаруға да осыдан аламын мен ақшаны. Менде екі принцип бар осы жобалардың іске. Бірінші принцип бірінші ұстаным ол міндетсінбеу. Яғни мен жаңа бір ол тіл деп айтып жатырмыз, алаш арыстар деп. Мен оны міндетсінбеймін. Бұл мен үшін бірінші қағидат. Мен осындай шығарып жатырмын, сен неге назар аудармайсың, сен неге демеуші болмайсың, сен неге тегін шығармайсың, мен ешкімге міндетсінбеймін. Екінші принцип жалынбаймын ба дейсіз? Екінші принцип, мына осыдан шығады, екінші принцип алақан жаймаймын. Алақан жаймаймын. Мен мысалы осы кітапты шығаратын кезде де сондай демеуші болайық деген адамдар болды негізі. Менен оқыған адамдар. Бұл жерде мен айта кеткім келеді, мына жаңа профи медиа баспасы маған үлкен қолдау көрсетті. Олар сол жеңілдікпен тиімді түрде шығаруға атсалысты. Сол үшін мың алғыс. Реклама күшті кетті мына жақта. Ал енді Ереке, сен енді ағылшын тіліне қалай жаның ауырады, соншалықты қазақ тіліне жаның ауыра ма? Қазақ тіліндегі оқулықтар жоқ дейді. Не істейміз енді? Сен оны бәрін қойып қазақша кітап жасайсың. Дұрыс, мен енді бұл сұрақ маған көп қойылады. Кездесуде болсын, әлеуметтік желіде болсын, басында тіпті көп қойылатын. Бірақ мен оның бәріне жауабым дайын. Бұл ағылшын тілі, назар аударыңыз, ағылшын тілі менің кәсіби мамандығым ол. Енді мен ағылшын тілін қазақ тілі арқылы үйрететін осындай бір кітаптар, әдістемелер жасамасам, қазір біздің жастарымыз ағылшын тілін бәрібір меңгеріп жатыр. Егер қазақ тілінде арқылы үйрететін тиімді сондай оқу құралдары, кітаптар, әдістемелер болмаса, олар орыс тілінен үйренеді. Өйткені орыс тілінде толып тұр. Солай ғой. Осыған дейін орыс тілі арқылы үйреніп келеді. Өйткені орыс тілінде бәрі дайын, әзір, бірінен бір өтеді текші. Сондықтан бұл бір жағынан мен қазақ тіліне қосқан үлесім деп есептеймін өзім. Мен қазақ тілі арқылы үйретудің әдістемесі бұл. Сосын соңғы кезде мен негізі қазақ тілі маман емеспін ғой, кәсіби маман емеспін. Енді мен осы жағынан ізденіп жатырмын. Өйткені осы сұрақ көп қойылады. Жаңағындай осы Рәкең айтқандай жаның ауыра ма деген сияқты. Жаным ауырады. Енді соңғы кезде мындай ой келіп мен осы ізденістің үстінде жүрмін. Ағылшынша тіл сындыру ғой. Енді неге мен қазақша тіл сындыру деген кітап жазбаймын деген сияқты. Яғни, бірақ бұл маған қиын түсіп жатыр. Өйткені ол менің ана тілім қазақ тілі болса да, енді оны бір әдістемелік сондай жасау керек, әдістеме жасау керек. Қазақ тілін үйрететіндей. Енді осын алтын сырға болсын, кімге айтшы, кім айналысу керек бұмен? Қазақша тіл сындыру деген кітап кім шығарсын, соны бізде бар ғой, негізі бізде тек дейміз ғой, тектен сол адам. Бізде бар ғой, қазақ тілі мамандығы, яғни филологияны бітіретін мамандар көп негізі. Біздің Қазақстанда көп бітіреді. Көп бітіреді. Сан көп. Енді солар неге жасамайды деген мәселе бар. Сосын мынаны айта кетейінші. Мынау қазақ тілі бізде қазір проблема болып тұр, қазақ тіл мәселесі. Енді маркетингта, жаңа нарықта ақша табу, жетістікке жетуде қай жерде проблема бар, сол жерде көп ақша болады. Көрдіңіз ба? Енді бізде қазақ тілінде проблема болса, яғни ол жерде маркетинг нағыз алтын жатқан жерде, ол жерде қазу керек. Бірақ ол жерге ол табысқа ие болу үшін тиімді қазақ тілді әдістемелік кітаптар жазу, бестселлерлер жазу керек та. Мысалы жаңа Қанат Тасыбековті айттыңыз ғой. Ол кісі де мысалы осы кітабы арқылы табыс тауып жатыр.
енді ереке сұраныс бар. мына жалпылама айттық, қазақ тілі жасау керек, анау мынау деп. Енді нақты есім айтайықшы. Мына жақта тегтенші сол адамдарда. Аты жөнін айту керек. Иә, аты жөнін айтшы, мына сіздер айналысу керексіздер деп. Мен енді ағылшын тілі маманымын деп. Енді оған бізге Нақтылық керек. Иә, мемлекеттік құрылымда осы мемлекет тілмен айналысатын мекемелер бар. Бюджеттен ақша бөлініп жатыр. Сосын тіл, қазақ тілінің әдістемесі дегенде, бұл жерде тек қана әдістеме жасалмау керек. Мысалы, жаңа Рәке сіз де айттыңыз, ана әдістемелер бар шығар мүмкін. Біз білмейтін шығармыз. Иә? Ол бір шағын ғана ортада сондай ғана бір жатқан шығар, ол анау бір алтын, бір топырақтың астында жатқан шығар. Бәлкім. Оны анау қоғамға шығаратын, оған еңбек ету керек. Оған жаңа маркетингтік тәсілдер, мынау пиар әдістері, сосын имиджі қалыптастыру. Авторлар шығу керек. Ол кім дегенде бұл қазақ тілінің әдістемесін мықты үйрететін деген. Сондай бір автор тұлғалар шығу керек та бізде. Атайықшы, білетін шығарсыз енді. Қазақ Кімге алтын сырға тағып, сонымен бағдарламамызды сосын қазақ тілінде бар алтын сырға деген сөз негізі. Оны білем. Иә, білесіз түп ба? несін білем, иә. Бізде енді қазақ тілі мамандар көп қой бізде. Мен бұны нетсем бір жаңа принципіме қарсы келетсем бір міндетсінген сияқты болатын да. Мен одан да оны өзім жасауым керекпін да. Мен біреуге сен жасап жатсыз ғой. Иә, жоқ, мен соны жасап іс жүзінде көрсетуім керекпін да. Міне бар деген сияқты. Мен оны бір-бірімізді айыптап, сен неге Айыптау емес, челлендж ғой мына, челлендж. Мен істедім, сен де істе деп. Жақсы онда, қиналып жатсаң. Жақсы. Ереке іске сәт осындай кітапты көріп, сенің қаншалықты жаңа мотивация беріп жатқанын көріп, біз де өте-өте қуанып отырмыз. Саған іске сәт. Бірақ мынандай бір тілегім бар, шынымен де Ернаттан үлгі алып, қазақ тілінде солай алса, қолға алса өте жақсы болады, өйткені өз тіліміз кенже қалып отыр да. Ал, құрметті көрермен, сау болыңыздар. Сау болыңыздар, көп-көп рахмет. Осы Аргумедиа арнасын қараңыздар, бөлісіңіздер, пікір жазыңыздар. Қандай пікір болсын жауап беруге әзірміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Мың алғыс. Жақсы, рахмет, сау болыңыз.